Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай өте оңай әрі тез дайындалатын алма қосылған пирог дайындаймыз. Кез келген уақытта тез 30 минутта дайын болатын, өте тез жасалатын пирог. Менің каналымда видеоларым ұнап жатса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдымен жұмыртқамызды құрғақ ыдысымызға салып, одан кейін үстіне шекер салып, жақсылап миксерлеп аламыз. Күшіне ақ көбік болғанша миксерлеп аламыз. Міне дайын болды. Жұмыртқамыз бен шекерімізді миксерлеп болған соң сұйық майымызды құямыз. Одан кейін сүтімізді құйып, тағы да бір рет араластырамыз. Миксерлеп болған соң творогымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң разрыхлителді електен өткізіп саламыз. Келесі ванилин және ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнымызды салып болған соң жақсылап тағы араластырып аламыз. Қамырымыз дайын болды, енді ыдысымызға құйып аламыз. Табамызға құйып болған соң, енді алмамызды кесіп аламыз. Бізге бір алма жетеді. Сондай ұзынша етіп турап аламыз. Қамырымыздың бетіне алмаларымызды осылай әдемілеп қойып шығамыз. Алмамызды салып болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минут пісіреміз. Міне дайын болды пирогымыз. Бетіне сахарный пудра сепсеңіздер, өте әдемі болады. Жасап көріңіздер, өте дәмді пирог болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара. Take you around my life, jaywalking, crosswalking, lip locking with you.